Testap көңілді зияткерлік ойынына қош келдіңіз. Сәлем, менің атым Шырақ. Бүгін Тестап деп аталатын көңілді әрі зияткерлік ойынның финалы өтеді екен. Ендеше соның қалай өтетінін көруге келдім. Тестап әдетте рестобарларда әр жексенбі сайын өтеді. Квизге кез келген адам қатыса алады. Тек алдын ала тіркелсеңіз болғаны. Бұл топтық ойын. Әр топта 3-тен 10 адамға дейін болады. Квиз 6 кезеңнен тұрады. Әр кезең 4 сұрақтан 10 сұраққа дейін қамтуы мүмкін. Әр дұрыс жауапқа ұпай беріледі. Соңында ең көп ұпай жинаған команда жүлделерге ие болады. Әр маусым 15 ойыннан тұрады. 15 ойын бойы жинаған жалпы ұпай саны ең жоғарғы 20 команда маусым финалына шақырылады. Маусым жеңімпаздары бағалы сыйлықтар мен ақшалы ұтысталады. Уақытты тиімді әрі қызық өткізу мәдениетін дамып келе жатқаны қуантады. Жалпы мұнда кәдімгідей интеллектуалды орта қалыптасқан. Қатысушылардан бірер сұрақ қойып өтейікші. Ернар, қашан көрсем Тестапта жүресің? Тестапқа не үшін келесің? Команданда сұлу бойдақ қыздар бар екен, қалыңдық іздеп жүрсің ба? Бір жақсы нәрсе, шынымен ақылды, әдемі, сүйкімді қыздар, сүйкімді тілшілер, сүйкімді операторлар өте көп. Топтарыңның аты қалай және неге олай? Білімді зияткер балалар деп қойғанда. Топта өте көп адам екен. Қалай жиналдыңыздар? Қытайып жасамыз ол туралы. Қазірше құпия. Бірге өсіп, бірге оқыған балаларымыз арамызда сондай бір әзіл бар, гайкластар деген. Инстаграмда әзіл жіберетін группаларымыз бар. Сіздердің басты қарсыластарыңыз кім? Батыс сөзін батыс деген. Бастапқы үштікте, екілікте жүреді, сондықтан сол кісілердің командасынан қорқамыз. Көбісі үшін сіздер басты қарсылас екенсіздер. Ал сіздер үшін кім басты қарсылас? Брейншторм, покерфейс, өрірмен. Өзіміз қазгидрометте істейміз, метеорологтарымыз. Біздегі белгілі әдіспақ театрының әйгілі қойылымына кешігірім матсыл. Сонымен өрірме деп қойдық. Ал біздің басты қарсыласымыз ол Мерей. Біз барлығымыз нәтижеде 20 шақты команда бар ма? Біз Мерейді сақтары қатысқанбыз. Сұрақтарды құрастыру үшін IQ қаншадан жоғары болу керек? Ондай өлшем жоқ негізі. Мәселе онда емес. Білесіздер, что когда ойында екінші сыныптың оқушысы да хатпен сұрақ жіберіп жатады. Бір сұрақты 30 секунд құрастырасың, 3 жыл құрастырасың. Сұрақ құрастыру шығармашылық не бір ғылыми процесс сияқты екен? Әрине, ол формулировка маңызды. Сұраққа жауап берерде не маңызды? Мықты логика, базалық мықты білім немесе түйсікке сену? Ой, барлығы қажет. Озарение ғой, ең басты деп ойлаймын. Сіздердің топтарыңызда сұраққа ең көп жауап беретін кім? Ол жауаптың барлығы мүмкін дұрыс емес. Тестапқа не үшін келесіз? Қазақ тілімді дамыту үшін, ми қозғау үшін, жалпы достармен жақсы уақыт өткізу үшін. Яғни сіз мұнда кәдімгідей қазақ тілінде сөйлейтін қазақ тілді ортаны таптыңыз, иә? Көңілдеріңіз қалай? Жақсы, біз жаңа ғана квиз-пестен келдік, жеңдік, біз чемпионбыз. Финал болған үшін кісілерді квиз-пестен алып келдіңіз. Жоқ, оларда қазақша квизде көрейік деп келді ғой. Екеу ғана отырсыздар. Біз азбыз, бірақ тельняшкадамыз деп айтады. Дархан деген жігіт бар, осы жерде тұрған. Сол үшеуміз қосылсақ, біз тауға апарамыз. Тестаптың кайфы неде? Жүрек соғысы, бәрі де сол адреналин болады, кәдімгідей. Біздер деген сол күні ойыншылар жазады ғой чатқа. Ойын болған күні таңға дейін ұйықтамай қалған ойыншылар бар, жүректер соғып. Не кешігіп жүрсің? Білем ғой, мен сіз бастамайтын деп. Тестаптың авторы, анасы, аты затына сай осы Дана Сұлу. Тестап қашан пайда болды? Тестап 2 жыл болды. Бүгін біз 50-ші ойын ойнап жатырмыз. Мысалға біздер
жиналсақ тек ресторанға барамыз немесе билейміз, өлең айтамыз деген Тек қана тамақ ішіп көңіл көтеруге. ол да жақсы, бірақ бір альтернатива болу керек деп ойладым. Бізде жеке тіркелетін адамдар бар, командамен емес, жеке мысалы мен командам жоқ, мен келсем бола ма? Әрине келіңіз дейміз. Сөйтіп оларды бір командаға қосып жібереміз и солай араласып кетеді. Тестап тек қана Астана, Алматы қалаларында емес, сонымен қатар басқа өңірлерде де өтеді, иә? Ол қандай өңірлер? Қазір 4 қалада франшизамен жұмыс істеп жатыр. Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Семей. Басқа қалаларға, өңірлерге біз франшиза сатамыз. Тестап зияткерлік ойынына қош келдіңіздер. Көңілірек шапалақ. Біз бастаймыз. Ойында осындай арнайы 2 қағаз беріледі. Біреуі мұнда бұл шимай қағаз, не жазсаң о жаз деп қойыпты. Яғни мұнда шамамен түртіп алатын дүниелер жазасында. Алма негізгі бланк, яғни жауаптардың барлығы ретімен осында жазылады. Енді бір-екеуіне жауап беріп көрейін, оған маған Азамат көмектеседі. X-ті 2 сөзбен атаңыз. Уақыт. Гуглдап көрейік. 2023 жылы Бурабай, Қапшағай дейді. Қапшағай. Қандай не бұл? Штраф дейді, да? Штраф. Ұялы телефонды қолданғысы келіп, телерсе де оңай шықпайтын жауаптар екен өте қиын. Бұл сұрақтарға дұрыс жауап бере алмасаң да, дұрыс жауаптары кейін айтылған кезде ойында қалады екен. Яғни 1-2 немесе қаншама ақпаратқа миыңыз толығады, нейрондар қозғалады, Альцгеймер ауруынан алшақтайсыз. Жауап қағаздарыңыз. Жауаптарды жинап алдым. Енді осыларды ұйымдастырушыларға апарып беремін. Ол кісілер дұрыс еместігін анықтап, балдарды шығарады. Үшінші орын алған команда. Екі бірдей команданы шақырамыз, отайлы. Абсолют түрде Токен Фреш және Клоти күрекшіміз. Бір-бірден керек. Сіздерге артымалда не бар екен? Қарайыздар аспай. Астана командасы. Келіңіздер. Бәрі құлау көрек. Бәрі лазар қау көрек. Жеңіске жеткен жеңімпаз команданы шақырамыз. 4-ші маусымның жеңімпазы ол команда Brainstorm. Conscious ISO Diamond back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, and she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she Karen Civil when she keep on turning head. Бас жүлдені алған топ бар, соларды іздеп жатырмыз. Жеңіске қуанған соншалық сыртқа шығып та кетті. Қазір арттарынан барамыз. Сіздер қайдасыздар? Сізден шағын сұхбат алайық деп едік, қайта кетіп қалдыңыздар. Бірінші орын алған топтан сұхбат алайық десек, қуаныштың тойлауға асықты ма, кетіп қалыпты, бірден тарап кетіпті. Өкінішке қарай ұстай алмадық, бірақ та екінші орын алған адамдардың сұхбаты қызық болған сияқты. Сіздер кәдімгідей жабырқап, көңілдеріңіз түсіп, екінші орын деген керемет емес пе? Есіміз кім болады? Шырақ ханым, қараңыз, бұл жалпы біздің 3-ші финалымыз уже. Біз бірінші финалда 2 алдық, біз екінші финалда 3 алдық. Енді бізге жетпегені осы бірінші орын еді ғой. Енді бағымызда болдық, тек бап жамбат дей ма негізінен ясында. Бірақ бірінші торын мықты деу керек. Жеңілгенді жер көтереді, жеңгенді ел көтереді. Бірінші торын жеңісімен құттықтаймын. Не жалуемся, потому что біз не обидели, Лайт Султановерт, потом біз еще не налдық. Инста-сторис талдық еще. Біз ылғи да осы аптаның аяғын күтеміз. Тезірек жексен болса екен, келсе екен деп, өйткені қаншама достарымыз бар, қаншама әріптестеріміз бар, қаншама осы жақтан танысқан жаңада қызық өте керемет жандар бар.
жеңіс, қуаныш, ақыру. Керемет атмосфера мұнда. Я достар, осымен бүгінгі ойын тәмам. Сіздерді де тестап ойнайтын көңілді әрі зияткер жастардың қатарынан көрейік. Теста